Ассалаумағалейкум, ардақты ағайын. Байнөлге аймағының бұқаралық радиосы кезекті хабарын ұсынады. Бүгін қаңтардың 5-і дүйсенбі. Хабардан сіздер: Өзен-көлдердегі мұздың қатуы көп жылғы орташамен салыстырғанда жұқа болып отыр. Европаның 32 елінің азаматтары Монғолияға 30 күн визасыз қатынай алады. Биокомбинат кәсіпорнында қазіргі таңда 44 сүйек вакцина, 21 түрлі құрғақ вакцина өндіріледі. Бүгін мемлекеттік даяшылықтың біріккен орталығында апталық жиын болып өтті. Қысқы ахуал мен ұн импортына байланысты мәлімет. Америка құрама штаттарының әскери іс-қимыл әрекетіне қатысты мемлекеттердің ұстанымдары мен көзқарастары. Аймақтық әлеуметтік қамсыздандыру басқармасының бастығы армия мәдениет ұлымен өткізген сұхбат. Алтын қор асыл қазына. Тағы басқа қосымша ақпараттар тыңдайсыздар. Хабарымызды ел жаңалықтарымен бастаймыз. 1 қаңтардағы жағдай бойынша еліміздің өзен көлдерінің басым бөлігі толықтай мұз құрсауында. Соңғы 10 күн ішінде мұздың қалыңдығы 5-тен 45 сантиметрге артқанымен, жалпы қалыңдығы 20-дан 120 сантиметр мөлшерінде. Қазіргі таңда адам, мал және көлік құралдарының мұз үстімен қауіпсіз деңгейде жүруіне кепілдік жоқ. Осыған байланысты төтенше жағдайлары бас басқармасынан уақыт ұту немесе жол қысқарту мақсатында мұз үстімен жүрмеу керектігін тұрғындарға ерекше ескертуде. Европаның 32 елінің азаматтары Монғолияға 30 күн визасыз қатынай алады. Еліміз үкіметінің отырысында бірқатар елдердің азаматтарын туристік мақсатта 30 күнге дейін визасыз қабылдау мерзімін 2026 жылдың соңына дейін ұзарту туралы шешім қабылданды. Аталмыш шешімге сәйкес жалпы 34 елдің азаматтары Монғолияға 30 күнге дейін визасыз сапарлай алады. Осының 32-сі Европа мемлекеттері, ал қалған екеуі мұхиттың ар жағындағы елдері. Атап айтқанда Австрия, Бельгия, Венгрия, Грекия, Дания, Испания, Италия, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Малта, Нидерланд, Польша, Португалия, Словакия, Словения, Финляндия, Франция, Чехия, Хорватия, Швеция, Эстония, Норвегия, Исландия, Швейцария, Болгария, Румыния, Ирландия, Кипр, Монако және Ұлыбритания азаматтары Монғолияға туристік мақсатта 30 күні визасыз келе алады. Сонымен қатар мұхиттың ар жағындағы мемлекеттерден Австралия мен Жаңа Зеландияның азаматтарына да осындай мүмкіндік берілген. Бұдан бөлек қазіргі таңда Монғолияға 14-тен 90 күн аралығында визасыз туристік сапармен келуге құқығы бар тағы 30 мемлекет бар екені атап өтілді. Айта кетейік, 2025 жылы еліміздің шетел азаматы және азаматтық басқармасы 124.945 виза берген. Бұл көрсеткіш алдыңғы жылмен салыстырғанда 14,18% артқан. Азық-түлік, ауыл шаруашылығы және жеңіл өнеркәсіп министрі Мягмыр Сүрінген Бадым-Сүрін бастаған жауапты тұлғалар биокомбинат кәсіпорны мен мал дәрігерлігі дәрі-дәрмектерді сынау және сәйкестігін растау жөніндегі мемлекеттік зертхананың жұмысымен танысты. Биокомбинат кәсіпорнында қазіргі таңда 44 сұйық вакцина, 21 түрлі леофилді яғни құрғақ вакцина, 20 диагностикалық құрал және 3 түрлі ерітінді өндіріледі. Өткен жылы Дүниежүзілік банктың қаржыландырумен және азық-түлік пен ауыл шаруашылығы өндірісін қолдауға арналған жеңілдетілген қаржылық несие аясында 2 жоба іске асырылып, вирустық вакциналарды өндіру технологиясы желілік жасушалық технологияға көшірілді. Сондай-ақ сұйық вакциналарды қаптау үдерісі толық автоматтандырылды. Сонымен қатар құрғақ вакцина өндіру цехын кешенді техникалық жаңғырту аса қажет екені айтылып,
Бұл мақсатта 3,5 миллиард төгірік көлемінде қаржы талап етілетіні атап өтілді. Ал мал дәрігерлік дәрі-дәрмектерді сынау және сәйкестігін растау жөніндегі мемлекеттік зертхана өткен жылы халықаралық 3 стандарт бойынша ресми түрде мойындалған. Аймақ жаңалықтары. Бүгін мемлекеттік даяшылықтың біріккен орталығында апталық жиын болып өтті. 2026 жылдың алғашқы апталық жиынына аймақ басшыларымен қатар ұйым агенттік басшылары, сондай-ақ сұмын әкімдері онлайн жүйеде қатысты. Әуелі аймақтық азық-түлік ауыл шаруашылығы басқармасының бастығы Нұрғұлан Болатұлы аймағымыздың қысқы жағдайына байланысты мәлімет берді. Бұдан соң аймақтық төтенше жағдайлар басқармасының бастығы Азат Зейнелұлы сөз алып, мынадай мәлімет берді. 2025 жылы 65 рет нысан өрті, 4 рет орман өрті, 7 рет сары су тасқыны, 2 рет жер сілкінісі, 1 рет мұз жарылу қаупі, 3 рет адам жоғалу, 4 рет жол көлік апаты, 7 рет су апаты, 3 рет адам құтқару операциясы, ауа райы қолайсыздығына байланысты 14 рет жол жабылу шақыртулары, жалпы 111 рет қауіп-қатер шақыртуы тіркелген. Жоғарыдағы шақыртуларға қабаттасқан санмен 393 төтенше жағдайлар қызметкер жұмысшылары, 71 техника, 206 басқадай ұйым мекеме азаматтар қатысты. Нәтижесінде 188 жеке азаматтар шаруашылық бірліктерінің 9,4 миллиард төгіріктің мүлігін шығыннан сақтаған. Ал қауіп-қатер салдарынан 14 адам қаза тапқан, оның 7-еуі су апатынан, жол көлік апатынан 6 адам. Сондай-ақ кәмелеттік жасқа толмаған бір бала есікке қыстырылып көз жұмған. Мүлік шығынына келсек, жеке азаматтар мен шаруашылық бірліктерінің шеккен зардабы 324 миллион төгірікті құрайды. Келесіде су ауа райы қоршаған орта бақылау орталығының мамандарының мәліметі таныстырылды. Қаңтар айының ауа температурасы көп жылғы орташа деңгейінде, яғни 18-ден 24 градус суық. Айдың басында көп жылғы орташа деңгейінде болғанымен, аймағымыздың көптеген өлкелерінде аяз күшейіп, көп жылғы орташадан 2-ден 4 градусқа дейін суытады. Алғашқы және екінші 10 тәуліктік ауа райының болжамына қарағанда аймағымыз көлемінде қар жауып, кей жерлерде жел жылдамдығы күшейіп, қарлы бұрқасын болуы ықтимал. Жиында денсаулық басқармасының маманы да мәлімет берді. Оқушылардың демалысына сәйкес тұмау және тұмау тектес аурулар саны азайған. Дегенмен тұмаудан әлі де сақтану керектігін мәлімдеді. Ал білім басқармасының басшысының міндетін уақытша атқарушы Серікбол Рахметұлы өткен айда атқарылған жұмыстарды таныстырды. Мұнда мемлекеттік түрлендірілген олимпиадаға 11 пән бойынша қабаттасқан санмен 1148 оқушы, 336 мұғалім қатысқан. Алғашқы орынға ие болған ұстаздар мен оқушыларды марапаттау жұмысы ұйымдастырылды. Сонымен қатар алғаш рет биология пәнінен онлайн олимпиада жүрілген. Жүлделі орындардан көрінген оқушылар мен ұстаздар көктемде Ұланбатыр қаласында өтетін түрлендірілген олимпиадаға жолдама алған. Жүлдегерлердің сый марапаттарына аймақ әкімі қолдау көрсеткендіктен ешқандай дау-дамай жоқ. Білім басқармасы Қазақстанның өрлеу білім орталығымен бірлесіп, ана тілге негізделген қос тілді оқыту әдістемесі атты 6 күндік оқыту ұйымдастырып, аймағымыздың барлық мектептері және Қобда аймағының Қобда сұмынының бастауыш қазақ тілі әдебиеті, дене шынықтыру пән ұстаздарымен қатар директор, оқу ісінің менеджерлері қатарлы 112 адам қатысты. Сондай-ақ зейнет демалысына шыққаны Бұғыты тұлба сұмындарының және Ұланғыз сұмыны Көкхөтіл балабақша меңгерушілерінің орындарына уақытша жауаптанатын қызметкерлер тағайындалды. Басқадай мектеп балабақшалардың басқару қызметіндегі бос орындардың тапсырысын мемлекеттік қызметтің аймағымыздағы бөлімше кеңесіне жолдадық деді Серікбол Рахметұлы. Бұдан кейін аймақтық табиғи орта туризм басқармасының бастығы Марат Шанасұлы сөз алып,
сумын басшыларымен бірлесе отырып биотехникалық іс-шараларды жүзеге асыру керектігін айтты. Алдағы уақытта ресми құжаттары жолдаймыз дегенді де тілге тиек етті. Жиын соңында аймақ әкімі ұйым агенттік басшыларына тапсырмалар берді. Солардың біразына тоқталсақ, қасқырдың молаюы салдарынан мал шығыны көптеп орын алуда. Сондықтан қасқыр аулаған азаматтарды ынталандыруды заң бойынша реттеуді. Азаматтықтан шығып қалған Қазақстан және Моңғолияның азаматтығында жоқ, немесе Қазақстан азаматтығынан шығып еліміздің азаматтығын ала алмай жүрген 30-ға жуық азамат бар. Осы мәселені қолға алуды шетел азаматтығы және азаматтық мәселені жауаптанған ұйым мен мемлекеттік тіркеу бөліміне 2026 жылды жауапкершілік жылы болғызып жариялау. Мұнда барлық мемлекеттік ұйым мекемелер өз саласына жауапты болып, халыққа жылдам әрі нақты даяшылық көрсетіп, қызмет сапасын жақсарту. Қыс жағдайына байланысты жауапты ұйым мекемелер қызметкерлер жем-шөп қорының нақты мәліметін алу. Келесіде Қоқтөбе мәселесін түбегейлі шешу. Өлгейдің 9-шы бақ тұрғындарының арыз өтінішімен аймақ әкімі ондағы жағдаймен танысқан. Сол себепті Өлгей сумын әкімімен бірлесе отырып, залалсыздандыру жұмысын іске асыру. Жоғарыда атап өткендей 2026 жыл жауапкершілік жылы болып жарияланды. Сондықтан да осы жұмыс аясында әр ұйым мекеменің ішкі ережесі мен еңбек шартын тексеру, кейбір кемшін тұстарын толықтыру қатарлы жұмыстарды аймақ әкімі басқармасының заң бөлімінің бастығы Құралай Өсерқанқызына тапсырды. Аймақ әкімі салалық министрлермен шартқа отырумен қатар аймағымыздағы барлық ұйым мекеме басшыларымен жұмысты пәрмендендіру, даяшылықты халыққа қолжетімді, тез әрі өнімді болдыру мақсатында шарт отырмақ. Аймақтық азық-түлік ауыл шаруашылығы басқармасының бастығы Нұрғұлан Болатұлы қысқы ахуал, мал саны және оның импорты жайлы ақпарат берді. Аймағымызда негізінен жаз жайлау сонша жақсы болмады. Күзде де жауын-шашын сонша жақсы болмады. Соған байланысты аймағымыздың барлық жайылымының 80% жаңа қуаңшылыққа ұшыраған, 20% қуаңшылыққа таяу жағдайда деген жаңа қорытындылар шыққан. Негізінен күздің соңғы айы, қыстың басқа айларында жаңа 10 ай, 11 ай, 12 айларда аймағымыз бойынша негізінен бір 5-тен 6 рет жаңа қар жауды. 10 айда 4 рет, 11 айда бір 2 рет, 12 айдың ішінде бірден бір рет қана қар жауды, бірақ ол өткен жылдармен салыстырғанда сондай мол деңгейде болмады. Қазіргі жағдайға тоқталатын болсақ, қыстың 2 айының қазір тең жартысына асып кетті. Қардың деңгейіне келетін болсақ, аймағымыздың барлық өлкелерінде қар жауса да, содан кейін әртүрлі жел, боранға байланысты, малдың аяғына байланысты, тозғанға байланысты қардың көбі кетіп қалды. Қазір қар аймағымыздың таулы өлкелерінде, былайша айтқанда Ұланғұс, Сеңгір, Сақсай, Алтай, Делуін, Бұлғын деген сияқты сомалардың шекаралық аумақтарында биік тауларда болғанда қар деңгейі бар. Оның сыртында қар мен үйіп тастаған қарлар жылға жерлерде, тау өлкелерінде қардың деңгейі біршама мол. Аймағымыз бойынша қазіргі қардың деңгейі негізі жазық жерлерде 3-тен 9 см, тауларда оннан 25 см қар бар деп көріліп отыр. Бұл негізінен өткен жылдармен салыстырғанда қардың деңгейі онша көп емес деп айтуға болады. Біздің жайылымызда негізінен қазір шөп жоққа байланысты мал қыстату жұмысы әлде де ауырлап кететін қауіп бар. Оның сыртында біздің қазір белгілі жағдайдың бірі 6 айдың бірінсіз бізде жер көктемейді. Соған байланысты жердің көктемеден әшерге байланысты жазғы тұрым көктем айларында, жаз айының бастарында малға біршама қиыншылық туылуы мүмкін деген мәселелер бар. Жалпы аймағымыз деңгейінде өткен жылы жердің көктеміне байланысты шабындық жерлерінде көктем сонша жақсы емес. Жылда біз аймағымыз бойынша бір 63-тен 65 мың тонна шөп дайындап алатын болсақ, биылғы жылы аймағымыз бойынша малшылар деңгейінде 43.120 тонна шөп дайындалған. Өткен жылдармен салыстырғанда жеткілікті деңгейде емес. Бұл негізінен шабындық жерлердің су аз болғанға байланысты, өзендер тасымағандықтан су жағалауындағы шапқалардың көктемей қалғанына байланысты аз деңгейде шапқа алдық деп түсіну керек. Оның сыртында қазір қыс сонша қатты болмаса да, жайылымдағы шөптің аз болғанына байланысты малдарды жемдеу жұмысы біршама жүріліп жатыр. Негізінен аймағымыз бойынша малшылардың дайындаған 43.120 тонна шөптен қазіргі жағдайда бізге түсіп жатқан мәліметпен 2510
9 тонна шөп машалар жұмсап қойды деген қорытынды шығып отыр. Бұл негізінен машалардың қолындағы шөптің 5,8% жұмсалды деген сөз. Екіншіде машалар қолжемнің қазір 46,4% жұмсалды. Бұл негізінен 2954 тонна қолжем қазір керектеніп қойды деп отыр. Оның сыртына ащы, тұз сияқты жемдердің 40% қазір жұмсалып қойды деп отыр. Біздің қазір малшылардың қолында тұрған шөппен біз қандай мысалы қиыншылық жағдай туындағанда мал қорадан шықпай қалған жағдайда барлық малды 7 күн жемдейтін деңгейдегі шөп қана қазір малшылардың қолында бар деп түсіну керек. Оның сыртында қазіргі жағдайда аймағымыз бойынша ішкі аймақтардан, Дорнт аймағынан, Төбе аймағынан, Кенте аймағынан, Сүкбатыр аймағынан, Селенг аймағынан, Дарханнан деген сияқты жерлерден көптеп малдың шөптері кіріп жатыр. Осыған байланысты қазір базардағы шөптің қанымдылығы жаман емес, жеткілікті деңгейде шөп бар. Импортпен кіргізіп тұрған жемнің бағасы қазір өткен жылдармен салыстырғанда біршама жоғары тұр. Бұған бірнеше себеп бар. Бірінші себебі көп уақытқа дейін малдың жемін кіргізуге біршама бөгеттер болды. Импорттық рұқсаттар уақытында шықпады. Екіншіден шаруашылық бірліктері малдың жеміне қойылатын салық босатылады екен дегенге байланысты біраз тосып қалды. Үшінші бір мәселесі тасымал бағасы. Бензиннің бағасы өсіп кеткенге байланысты баға біршама өскен. Бірақ соңғы айдың мәліметіне сүйенсек, алдыңғы айға қарағанда қазір жемнің бағасы 2000 теңгеге төмен түсіп тұр. 43-тен 44 мыңға сатылып тұрған болса, қазір 41-ден 42 мыңға жем кіргізіп тұрған компаниялар жемдерін сатып жатыр. Ал шөпке келетін болсақ, өткен жылдармен салыстырғанда шөптің бағасы жоғары емес. Негізінен қазіргі жағдайда аймағымыз бойынша енді жақсы шөптің бағасы, жасыл жақсы, салмағы жақсы шөптердің бағасы қазір 18-ден 19 мыңға. Бұл енді өткен жылдармен салыстырғанда біршама төменгі бағада болып тұр. Оның сыртында аймақ әкімінен беріп отырған үлкен тапсырманың бірі жем шөптердің қанымдылығына үнемі бақылау тексеру жасап отырыңдар деп отыр. Екіншіде жемнің бағаларына қорытынды жасап отыру керек деп отыр. Егер іштенгі шөптер таусылған жағдайда импортпен шөп кіргізетін орыс елінің компанияларымен шарттар жасалған, ішкі шөп нарығы азая қалған жағдайда сырттан кіргізетін мүмкіндік бар. Қазіргі жағдайда іштегі шөп қанымды болып тұрғандықтан сырттан импортпен шөп кірген жоқ деп түсінуге болады. Мал санағы жүріліп аяқталды. Енді малдың саны біршама азайды деп айтылып жатыр. Бұл енді қаншалықты рас? Өткен жылдың аяғында, былайша айтқанда 2025 жылдың басында біздің аймақта 2.125.125 басты мал болған. Малдығы жыл бойына 12.100 басты мал себепсіз шығындалды деп осы малдан азайды. Оның сыртында биылғы жыл бойына 720.000 басты төл аман-есен аяқтанған. Күзгі есеп бойынша біздің аймақта 2.833.800 басты мал болған. Жеріміздің көктемей қалғанына байланысты малды экономикалық айналымға кіргізу шарт деген қорытындылар шыққан. Өйткені біздің жайылымыз аймақ орташасы бойынша жайылымнан малдың саны 3 есеге артық деген қорытынды шығып отыр. Былайша айтқанда біздің аймақта жайылымға шақтап есептейтін болсақ, биылғы жылы қой санына шаққанда 1,8 миллион басты қой сеуға тиіс болса, күзгі есеп бойынша біздің аймақта 3,7 миллион қой басына шығатын мал болды. Соған байланысты аймақ әкімі 2 түрлі үкім шығарды. Бір ет дайындау жұмыстарын қарқындатыру, малшылардың қолындағы малды айналымға кіргізу, солардың малын өзіміздің аймақтан малды көп дайындауға ет комбинаттарымен шарттар жасалды, келісімдер жүрілді, осыларға тапсырма берілді. Оның сыртында аймақтағы радио, басқадай құралдар арқылы халыққа көбінде малыңыздың санын азайтыңыз, жайылымға шақтаулы мал ұстаңыз, қыста мал асырайтын мүмкіндіктер қиындап кетеді деген жағдайларды таныстыру арқылы биылғы жылы біз ет комбинаттардың жалпы сатылатын жылдағы мүмкіндіктермен есептеп отырып, биылғы жылдың аяғында, өткен жылдың аяғында 2.400.000 басты мал болады деген есеп шығарғанбыз. Бірақ қазіргі жағдайда аймағымыз бойынша 926.8 басты мал өткен жылдан, күздегі малдан азайды. Өткен жылды малдың санағымен есептейтін болсақ, өткен жыл біз 2.125.000 басты мал болса, қазіргі санақпен 1.918.9 басты мал саналып отыр. Бұл өткен жылдың аяғындағы малдан қазіргі малдың саны 206.000 баспен азайды деген сөз. Бұл негізінен жақсы көрсеткіш деп түсіну керек. Неге десең, бізде жайылымның сыйымдылығына ықшамдап, малын көптеп экономикалық айналымға кіргізіп, оның сыртында малшылар белгілі деңгейде ақшаның қорын, қалған малын асырайтын, емшеп сатып алатын ақшаның мүмкіндігін жасап алып отыр. Соған байланысты жалпы малшылар өздерінің қолында белгілі деңгейде шапқаның сыртында малдың шөбін сатып алу, жемін сатып алуға әрбір малшы құлшыныс танытып, белгілі деңгейде қорын
дайын қалып отыр. Сол жағынан көретін болсақ, негізінен қазір жақсы. Бірақ бізде мүмкіндіктің шектеліп қалғаны, бұдан да азайту керек болатын малдың саны. Негізі бізде құрып кеткенде 1,5 миллион немесе 1,2 миллион басты мал тұратын болса, негізі қыстағы және әртүрлі бір қиындықтардан жеңіл өткеретін мүмкіндік туар еді деп отырмыз. Бірақ біздегі нарықтың сыйымдылығы, былайша айтқанда ет сойып сыртқа шығаратын компаниялардың мүмкіндіктері біздің жаңа сатып алушылардың жаңа қалтасына байланысты, барлық малды сатып алатын, барлық малды жаңа сойысқа шығаратын мүмкіндіктердің жетіспеушілігіне байланысты, бірақ өзіміздің деңгейде ең жақсы деңгей ұйымдастырылды деп есептеп отырмыз. Өткен жылдармен салыстырғанда қазір өндірістік жолмен сойылған ет дегенде қазір 6000 тоннадай ет өндірістік жолмен сойылып отыр. Бұл жылдағы деңгейден 2,5-тен 2,8%-ке артық, 2,8 есеге артық өндірістік жолмен сойылды деп отырмыз. Өткен жылы біз 900-дей тонна ет сыртқа шығарған болсақ, қазіргі жағдайда 2000-дай тонна етті қазір сыртқа экспортқа шығарып қойдық. 4 елге экспорт істелді. Қазақстанға, Қырғызстанға, Өзбекстанға, Иранға деген 4 елге еттің экспорты жасалды. Оның сыртында қазір де ет комбинаттардың өздерінің складтарында сақталып жатқан еттің деңгейінің өзі қазір 2500 тоннадай ет бар. Бұны тағы да ары қарай сыртқа немесе ішкі нарыққа шығаратын мүмкіндік бар. Ал сыртқа шығарғанның сыртында ішкі нарықтың өзінде қазір біз 2400 тонна етті тек қана ішкі нарыққа Ламбатыр қаласына жаңа артқызылды. Сол Ламбатыр қаласындағы ұлық бар компаниялар арқылы жаңа Қытай еліне, Вьетнамға деген сияқты елдерге жаңа экспорттар тағы да істелді деп түсіну керек. Оның импортына байланысты жарияланған тендерге аймағымыздың ұн және кебек импортымен айналысатын арнайы рұқсаты бар компаниялар қатысылады. Толық мәліметті аймақтық азық-түлік ауыл шаруашылық басқармасынан алуларыңызға болады. Оның импортына байланысты ұн жапы малдың жемінің импорттық салығын босатуға байланысты үкімет орнының шешімі қабылданған. Оның сыртында азық-түлік заңының 51-дің 6-сында жаңағы импортпен сырттан кіргізетін ұнға белгілі деңгейде рұқсат берілуге тиіс. Соған байланысты осы аптаның басынан азық-түлік ауыл шаруашылық жеңіл өндіріс министрлігінен жаңа тендер жарияланды. Бұл тендер арқылы сырттан 20 000 тонна ұнды батыс аймақтар үшін кіргізетін компанияларды сыналтуға тендер жарияланды деп түсіну керек. Бұған негізінен жаңа біздің батыс аймақтарының Қобд, Байынкөл, Завхон, Қобалтай деген 5 аймақтың шекаралық бекеттері жаңағы Сағанор, Боршы, Ярынт, Бұрғыстай сияқты жаңа бекеттер арқылы өтетін ұнға жергілікті жердің компаниялары тендерге қатысу арқылы ұн кіргізетін рұқсат алатын болды. Бұл туралы негізінен азық-түлік ауыл шаруашылық министрлігінің сайтында интернет жүйесі арқылы жүктеу арқылы несін береді. Бұл болғанда 2026 жылға 1 айдың 13 күнгі 17 сағат 30 минутқа дейін жаңа тендерге қатысатын өз тілектерін жаңа сайтқа интернет жүйесі арқылы жүктеу арқылы кіре алады дегенде жаңа ескертуімізді жөн көріп отырмыз. Негізінен сол барлық 5 аймақтың арасында 20 000 тонна ұн бар. Бұған жаңа белгілі деңгейде қойылатын тақаулар бар, шарттары бар. Ол шарттардың бірі негізінен ол компания бұрын жаңағы орыс елінен немесе Қытай елінен импортпен ұн кіргізіп тұрған, малдың жең кіргізіп тұрған осылар компаниялар. Оның сыртында осы компаниялардың жаңа стандарттық талаптарды орындайтын өзінің қоймалары болуға тиіс деген сияқты белгілі деңгейде талаптар бар. Сол арқылы өздерінің материалдарын көрсетілген сайтқа интернет жүйесі арқылы жүктеп, осыған қатысып ары қарай тендерді жеңіп алатын мүмкіндіктер бар деген. Хабарымызды әлем жаңалықтарымен жалғастырамыз. ақш-тың әскери іс-қимыл әрекетіне қатысты мемлекеттердің ұстанымдары мен көзқарастары. ақш қарулы күштері Венесуэланың астанасына соққы беріп, ел президенті Николас Мадуроны тұтқындап әкеткеннен кейін, бұл операцияға байланысты әлем елдерінің басшылары мен саясаткерлері түрлі пікір білдірді. Бірі бұл әрекетті қатаң айыптаса, енді бірі алаңдаушылық танытты. Ал кейбір мемлекеттері ашық қолдау көрсетті. Германия канцлері Фридрих Мерц Венесуэладағы әскери операция мен Николас Мадуроның тұтқындалуына қатысты пікірін кеше білдірді. ақш-тың әрекетіне құқықтық баға беру оңай емес. Біз бұған асықпаймыз. Басты өлшем халықаралық құқық. Венесуэлада саяси тұрақсыздық туындамауы тиіс. Заңды түрде мойындалған үкіметке билікті тәртіппен, бейбіт жолмен тапсыру негізгі мақсат, деді канцлер.
Оның айтуынша, Николас Мадуро елін күйреуге ұшыратқан, ал соңғы сайлауды бұрмалаған үшін Германия мен бірқатар елдер оны заңды президент ретінде мойындамаған. Ұлыбритания премьер-министрі Кир Стармер біз Мадуроны ешқашан заңды президент деп таныған емеспіз деп мәлімдеді. Сонымен қатар Ұлыбританияның Венесуэлада жүргізілген америкалық әскери операцияға ешбір түрде қатыспағанын атап өтті. Ол президент Дональд Трамппен бұл мәселе жөнінде сөйлеспегенін айтып, саяси баға бермес бұрын одақтастармен кеңесіп жағдайдың себеп салдарын анықтау қажет екенін жеткізді. Франция президенті Эммануэла Макрон Венесуэладағы өтпелі кезең бейбіт әрі демократиялық жолмен халықтың ерік жігеріне сай жүзеге асуы тиіс деді. Оның пікірінше, 2024 жылғы сайлауда жеңіске жетті деп саналатын президент Эдмундо Гонсалес Урутия бұл процесті жоғарыда іске асырады. Венесуэла оппозициясы Урутияны 2 жыл бұрынғы сайлаудың жеңімпазы деп есептейді. Евроодақтың сыртқы саясат және қауіпсіздік жөніндегі жоғары өкілі эстон дипломаты Кая Каллас ақш-ты ұстамдылыққа шақырды. Ол ақш мемлекеттік хатшысы Марко Рубиомен телефон арқылы сөйлескен. Евроодақ Мадуроның легитимді емес екенін бірнеше рет мәлімдеген. Біз биліктің бейбіт жолмен берілуін қолдаймыз. Қандай жағдай болмасын халықаралық құқық пен Біріккен ұлттар ұйымы жарғысы сақталуы тиіс деп жазды ол X әлеуметтік желісінде. Ал Испания премьер-министрі Федро Санчес ақш-тың әскери әрекетін сынға алды. Испания Мадуро режимін мойындамайды, бірақ сонымен қатар халықаралық құқықты бұзып, аймақты белгісіздік пен ықтимал соғысқа итермелейтін сыртқы араласуды да қабылдамайды деді ол. Украина президенті Владимир Зеленский Киевтегі баспасөз мәслихатында ақш диктаторлармен қалай сөйлесу керектігін көрсетті деді. Алайда Ресей мен Владимир Путиннің атын тікелей атамады. Украина сыртқы істер министрі Андрей Сибига Украина еркін, зорлық-зомбылықсыз және адам құқықтары сақталған қоғамда өмір сүру құқығын қорғауды әрдайым қолдайтынын, ал Мадуро режимі бұл қағидаттарды үздіксіз бұзып келгенін айтты. ақш-тың басты одақтасы Израиль операцияны толық қолдады. Израильдің сыртқы істер министрі Гидеон Саар еркін әлем көшбасшысы ретіндегі Дональд Трамптың басшылығымен жүзеге асқан ақш-тың әскери операциясын жоғары бағалаймыз. Израиль Венесуэланың азап шеккен еркіндікті сүйетін халқын қолдайды деп жазды. Ол Мадуроны есірткі саудасы мен терроризмді қолдаған диктатор деп атап, Венесуэланың демократияға қайта оралуына сенім білдірді. ақш-тың өз ішіндегі сыни пікірлер. ақш-тың өз ішінде де Трамптың әрекетін айыптаған дауыстар көбейді. Нью-Йорк мері болып сайланған Зохран Мамдани бұл әрекетті егемен мемлекетке қарсы жасалған федералдық және халықаралық құқықты бұзатын соғыс қимыл деп атады. Сенатор Энди Ким мемлекеттік хатшы Рубио мен қорғаныс министрі Хексет бірнеше күн бұрын Венесуэла басшылығын күшпен ауыстыру мүмкіндігін жоққа шығарғанын еске алып, Конгресті әдейі жалғастырды деп айыптады. Сенатор Рубен Галлего Трамп тұсында ақш әлемдік полицейден әлемдік бұзақыға айналды деді. Конгресмен Джим МакКоверн Конгреске хабарламай соққы берген үшін Трампты сынға алды. Ал Трамп мұны ақпараттың сыртқа шығуынан қауіптенгенімен түсіндірді. Латын Америкасы Куба президенті Мигель Диас Канел бұл әрекетті халықаралық құқықты өрескел бұзу, ақш-қа еш қауіп төндірмеген елге қарсы жасалған агрессия деп атады. Колумбия президенті Густаво Петро Каракасқа жасалған шабуылды айыптап, Біріккен ұлттар ұйымы мен Америка мемлекеттері ұйымының шұғыл отырысын шақыруды талап етті. Ресей, Қытай, Иран, Ресей сыртқы істер министрлігі Венесуэла халқымен ынтымақтас екенін білдіріп, жағдайды ушықтырмай, диалог арқылы шешу қажеттігін атап өтті.
Қытай ақшта Мадуро мен оның жұбайының қауіпсіздігін қамтамасыз етіп, оларды дереу босатуға шақырды. Қытай Халық Республикасы Сыртқы істер министрлігі бұл әрекетті халықаралық құқық пен Біріккен ұлттар ұйымы жарғысын өрескел бұзу деп бағалады. Иранда ақштың әрекетін қатаң айыптап, оны тәуелсіз мемлекеттің егемендігі мен аумақтың тұтастығын бұзу деп атады. Ауа райының болжамы. Қаңтардың 5 күнгі 20 сағаттан 6 күнгі 20 сағатқа дейінгі бір тәуліктік ауа райының алдын ала мәліметіне қарағанда, аймағымыздың барлық өлкелерінде көшпелі бұлтты қар жаумайды, жел батыстан 3-тен 8 метр секунд мөлшерінде. Ауа температурасы барлық өлкелерде түнде 21-ден 26, күндіз 10-нан 15 градус суық болады. Өлге қаласы маңында ауыспалы бұлтты қар жаумайды. Желдің жылдамдығы батыстан 3-тен 8 метр секунд мөлшерінде. Ауа температурасы түнде 20-дан 22 градус, күндіз 6-дан 8 градус суық болады. Қаңтардың 5-нен 14-не дейінгі 10 тәуліктік ауа райының алдын ала мәліметіне қарағанда, уақыттың басы мен ортасында өлкенің батыс оңтүстік бөлігінің кей жерлеріне аздаған қар жауады. Бұл уақытта желдің жылдамдығы кей жерлерде 12-ден 14 метр секундқа жетіп күшейіп, шаң соғып, тау жоталарда қарлы бұрқасын болады. Басқа уақытта желдің жылдамдығы батыстан 5-тен 10 метр секунд мөлшерінде. Ауа температурасы барлық өлкелерде түнде 21-ден 26, күндіз 8-ден 13 градус суық болады деп хабарлайды аймақтық су және ауа райы қоршаған ортаны зерттеу орталығынан. Сіздері ағымдағы ақпараттармен таныс болдыңыздар. Қадірменді радио тыңдаушылар, енді аймақтық әлеуметтік қамсыздандыру басқармасының бастығы Армия Мәдениетұлы мен тілші Айнагөз Зұлпықарқызының өткізген сұхбатын назарларыңызға ұсынамыз. Әлеуметтік қамсыздандыру туралы заңның ережелеріне кірген өзгерістерге байланысты сұхбатымызды бастасақ. Жалпысы әлеуметтік қамсыздандыру заңнамасымен әр жыл сайын 1-дің 1-нен бастап зейнетақыға қосымшалар қосылатын болып енгізілген болатын. Биылғы жылы пенсияға қосылған әр бір адамға сол 80 мың менен мөлшерде пенсия зейнетақы қосылды. Біздің аймағымызда жалпысы 15.100 адам жаңағы пенсия алады. Осы жаппай осы 15.100 адамға сол жаңағы 80 мың төгірек қосылды деп зейнетақы мөлшері қосылды. Екінші бір үлкен өзгеріс бізде қайтыс болған адамға оның артына берілетін жәрдемақы бар. Бұл жәрдемақы мысалы өткен жылдары 2 миллион төгірек шамасында болған болса, биылғы жылы 1-дің 1-нен бастап 3 миллион төгірек болып өзгерді. Тағы да біздің саламызға байланысты 1-дің 1-нен бастап енгізілген бір өзгеріс болғанда жаңағы Қазақстан елі мен Моңғолия елінің ортасында шарт бойынша жаңағы бір-бірін жұмыстағанын есептеу туралы заңнамаға қол қойылған болатын. Ал бұл заңның жаңағы негізі бекітіліп қойғанымен жаңағы жоғары жақта заң ұйымдарына тіркелгеннен кейін бізге жаңағы бағыт-бағдар беретін болатын. Осы бағыт-бағдар келгеннен кейін жекелей тағы да таныстырып айтатын боламыз. Ал енді өзіңіз жоғарыда айтып өттіңіз, жаңағы марқұм еңбек жасаған уақыты қанша болу керек? Бізде болғанда әлеуметтік қамсыздандыру орнынан берілетін ақша болғанда барлығы 5 жыл, соның 3 жылында еңбек істеген адам болу керек толық. 3 жылға жетпейтін жағдайда болатын болса жаңағы қамқорлық даяшылық орны қайда? Сол орнынан тағы да беріледі деген көрсеткіштер бар, негізгі көрсеткіштер бойынша. Бізден әлеуметтік қамсыздандыру орнынан болғанда жаңағы
жылын толықтай жұмыстаған кісілер болу керек. Халық арасында еңбек шыдамдылығынан айырылған адамдарға берілетін зейнетақы бар. Осы зейнетақының мөлшеріне өзгерістер енді ме? Және де бұған байланысты электрондық жүйеге көшіп, жаңағы кейбір адамдарға кішкене ауыртпалық туындап жатқан көрінеді. Нақты ережесін толықтыра кетсеңіз. Жалпысы жаңағы еңбек шыдамдылығынан айырылған адамдарға берілетін зейнетақы енді бұл халық арасында группа деген түсінікпенен кең таралған. Осы группа болғанда 1-дің 1-нен бастап зейнетақымен бірдей 80 мың төгірекпенен қосылған. Жалпысы біздің аймақта еңбек шыдамдылығынан айырылған адамдардың саны былтырғы жылдан қарағанда 550 адамменен төмендеген. Одан кейін бір нәрсе жаңағы онлайнға көштік деп жатырмыз. 12-дің 1-нен бастап біз онлайн жүйеге көшкенбіз. Бұнда болғанда жаңағы группаға деп айтамыз, енді группаға кірген адамдар өздері жаңағы e-Mongolia тіркеліп, соның ішінде portal.men деген сайт арқылы бізге жаңағы өздері тіркеліп жіберуге тиісті болады. Көп адамдар түсінбей жатқан жайты бар, және де қырдың адамдары мысалы барлығы e-Mongoliaға кіре алмай жатқандықтан сол жаңағы өз құжаттарын кепілдендіріп жібере алмай жатқан кішкене кедергілер болып жатыр. Бірақ та біз болғанда біздің жаңағы сұмынымызда барлық сұмында мамандарымыз бар. Сол мамандар арқылы сол кісілерге қатынасатын болса, сол кісілер өздері арнайы Монголияға жаңағы кісіні тіркеп, өздері сол кісінің атынан былай қарай енді көмектесіп жіберіп беру жағына көмектесіп тұр. Бір жүйеге келгенше солай бағыт көрсетіп отырған деген сөз. Әйтпесе ары қарай болғанда жаңағы пенсия алатын адам өзі e-Mongolia арқылы құжаттарын реттейді деген сөз. Бұрын болғанда біз жиналыс істеп, одан кейін шешімді былай қолмен қағаз жүзінде қол қойып таңбалы қағаз беретінбіз. Ол осыны болғанда жаңағы толықтай онлайнға көшіріп жіберді де, сондықтан жаңағы өздері e-Mongolia арқылы жіберетін болғаны сол. Жалпысы ары қарай ұстанып отырған бағыты болғанда биылғы жылы толықтай онлайн болады, және бұны болғанда дәрігерлер науқас адамымыздың картын жазады, оны толықтай жаңағы PDF арқылы дайындайды. Онан кейін ол мысалы біздің Байымөлгей аймағының бір адамын мүмкін Дорынты аймағына, мүмкін қаланың бір жаңағы комиссиясы шешесіндей осындай өзгерістер кіргей жатыр. Мүмкін Байымөлгей аймағының комиссиясы болғанда облыс аймағына, қауды аймағына келген материалдарға қарап отырып шешім шығарады деген сөз. Біз енді осы 1-дің 1-нен бастап негіз көшуге тиістіміз. Малшылардың қамсыздандыру мен жеке тұлғалардың қамсыздандыру жарна төлеу айырмашылығы жайлы айта кетсеңіз. Жалпысы малшы адамдардың төлеу жарнасы болғанда үкіметтен заңменен бекітіліп қойған тармақтары бар. Мұнда 5 жылға дейін малшы адамның төлейтін жарнасының 50%-ін үкімет көтеріп отыр. Жеке өздері жарна төлейтін адамдар болғанда жаңағы толықтай төлейді, өзінің еңбегін осындай деңгейде деп көретін болса, соның жаңағы 13% деп төлеп отыр. Сол малшыларға келетін болсақ, қазір осы күнде еңбектің ең төменгі мөлшерімен болсын, немесе жоғарылау өзі қандай бір өзінің табысын өзі белгілейді деген сөз. Соның төлегенде жаңағы 50%-ін үкімет көтереді, 50%-ін жаңағы малшы ағайындар өздері көтеріп отыр деген сөз. Жеке төлейтіндер болғанда жаңағы толықтай өздері төлейді деген сөз. Ал жұмысшы адамдар болғанда жеке тұлға өзі бір төлейді, жаңағы жұмыс беруші орны тағы төлейді деген сөз. Мысалы, мен айлығымнан 10% төлесем, менің жұмыс берушім мен үшін жаңағы 11%, 12% төлеп отыр деген мағынада деген сөз. Сондай айырмашылықтар бар. Жаңағы жеке тұлға өз еркімен жарна төлейтіндер болғанда жаңағы 13% дегендіктен тек өзінің төлейтінінің ғана процентін төлеп отыр деген сөз. Оларға жұмыс беруші өздері жұмыс беруші ретінде тіркеліп, оны онлайн түрде бізге шартын жасайды да, сол арқылы айында салатын ақшасын салып отырады. Осындай мүмкіндіктері бар болып отыр. Жалпы азаматтардан осы әлеуметтік қамсыздандыру саласына байланысты жиі келетін шағым түрі қандай? Жалпы шағым болғанда мұнда жұмыс берушілердің кейбір жұмысшылардың қателігінен болып кеткен қателіктерге байланысты көп шағым келеді. Мысалы болғанда 2000-нан бері қарайғы мысалы жұмыс істеген адамдар декрет алған, мысалы балалы болған кезінде жұмыссыз жатқан уақытын жаңағы жұмыс беруші төлеп отыруға тиісті. Сол төленбей қалған жағдайдан болып бүгін қайшылықтар бар. Бүгін келіп пенсияға шығайын десе жаңағы 3 ай 4 ай кем. Осыны төлетіп бер, төленбей қапты деген шағымдар көбінесе көп болады. Соған енді біздің жалпысы жұмыс берушілер, есепшілер жалпысы мына адамдардың жаңағы айлығын бергенде жаңағы декретқа кеткен кісілердің немесе оқуға шартпен кеткен кісі болуға болады. Осы кісілердің жаңағы жарнасын қалтырмау керек. Қалтыратын жағдайда жаңағы соңында мысалы өткен 2 жылдан бері келе жатыр мына заңдар күшейтіліп кеткен. Жаңағы есепшіні айыппұл салады, есепшіге жаңағы жұмыс берушіге айыппұл салады. Сондықтан көп шығындар шығатын болғандықтан шама келсе қандай бір кісінің еңбегін жаңағы жарнасын қалтырмауға тырысу керек.
біздің инспекторлар жаңағы жылдарын тексереді. Сол жылдары жаңағы қандай бір құжаттар шыққан болса, сол кісіге жаңағы декретке кеткен кезде заң жүзінде бұйрықтар шығуға тиісті. Сол бұйрықтар бар болатын болса, соны негіздей отырып жаңағыларды төлетеді дейміз. Ал кейбір ұйымдықтар кезінде мысалы болған, одан кейін олар жабылып қалған деген осындай кейбір жағдайлар болады. Енді ондай жағдайда біз төлете алмай жатқан жағдайымыз бар. Ал қазір жағдай мысалы жалғасып келе жатқан жаңа өкіметтік орындарда болған жағдайлар болғанда онда барлығын төлетуге болады. Бірақ жаңағы айыппұл ретінде төленеді дейміз. Жаңа жарнасын бір салады, оның сыртында айыппұлын бір салады дейміз. Зейнетақының мөлшері 80 мың төгрікпен қосылды деп жатырмыз ғой. Бірақ осы бұрыннан бері айтылып келе жатқан зейнетақы мөлшерін тепе-теңдігін қалыптастыруға бағыт ұстанған қандай жағдайда? Жалпысы 2023 жылы 7 айдың 23 күні ұлы құрылдан бекітілген заң бар, әлеуметтік қамсыздандыруға байланысты. Осы заңда көрсеткенде жыл сайын жаңағы инфляцияға байланысты 1 айдың 1-нен бастап зейнетақыны қосып отырамыз деген. Ол негізгі түпкі ұғымы болғанда сол жаңағы айырмашылығын, зейнетақы алатын кісілердің айырмашылығын жаңағы жақындаттыру. Осындай мақсаттағы заң. Жалпысы өткен жылда, оның ара жылда мысалы әртүрлі деңгейде пенсияға қосылған болатын. Ал биылғы жылы үкіметімізден шыққан шешім болғанда барлық жаппай қоса салғандықтан биылғы жылы ол заңның несі орындалмай қалды деп көреміз негізінде. Сіздер аймақтық әлеуметтік қамсыздандыру басқармасының бастығы Армия Мәдениетұлымен өткізген тілші сұхбатын тыңдадыңыздар. Алтын қор, асыл қазына. Аймақтық бұқаралық радио редакциясы бүгіннен бастап радионың алтын қорында сақталған аймағымыз өнерпаздарының орындаған ән күйлерін әр күн сайын тыңдарманға ұсынып отыратын болады. 1965 жылы аймақ радиосы құрылған соң бірнеше жылдан кейін алтын қорға ән күйлер жазылып алынып сақтала бастаған. Сол себепті радионың алтын қорында аймағымыз халқының соңғы 60 жыл ішіндегі рухани қазынасы жинақталған. Бұл жолы Имашқан Байбатырұлының сөзіне жазылған, Қибаттолда Жұмапиұлының
ағайынға ақ тілек әнін автордың орындауында назарларыңызға ұсынып отырмыз. Үлкен қара шаңырақ келдік саған жамырап, құшақ жайып қабыл ал, боз үнгенде яңырап, боз үнгенде яңырап. Тарамаған базарым, шашу болсын азаным, ақ бейілді әулием, сәлем саған қазағым, сәлем саған қазағым. Жауар бұлттай түйіліп, тұрғаныңа сүйіліп, Аллатауым өзіңе сәлем бердім мейелеп, сәлем бердім мейелеп. Қасулудай киініп, гүлмен буып түйініп, өскен ару алматым, сәлем бердім мейелеп, сәлем бердім мейелеп. Сөзбен жетпес бағасы, қазағымның анасы, сәлем саған сұңқар мен тұлпарлардың даласы, тұлпарлардың даласы. Туған талай ұлыны, әннің күйдің тұнығы, бейнеті көп қазақтың, менде тума құлыны, менде тума құлыны. Соттар емес шеттердің, бейуаз көккептермін, жатырқамай жатсынбай, қабылдайды деп келдім, қабылдайды деп келдім. Жай отындай жарқылдар, алтын сынды нарқымдар, керей деген атыма, лайықты салтым бар, лайықты салтым бар. Көгіндей боп көкбелдің, жайқалармын көктермін. Тарамайтын тойыңа ән қосайын деп келдім, ән қосайын деп келдім. Көңілімді көздесең, бере білем сөзгесе, ән мен күйім жырым бар, өнерім бар өзгеше, өнерім бар өзгеше. Ат әкелсем бәйгеңе, отырсаяқ әйдеме, өгей өскен кекшіл ғой, қарағым де әйдеме, қарағым де әйдеме. Ақылыма табынар, ағағайдан табылар, деп келгенде іш тартсаң, ұлылығын танылар, ұлылығын танылар. Жорға тап деп тайпалма, бәйге бер деп тайталға, мен де қолқа салмайын, сен де көңіл қайтарма, сен де көңіл қайтарма. Жыртығымды септермін, тірлігімді ептермін, бәрінен де ұрпақты ұлтқа қоссам деп келдім, бәрінен де ұрпақты ұлтқа қоссам деп келдім. Сен сыйлаған бағыма тоқырайын деп келдім, отау төгіп жаныңа отырайын деп келдім, отау төгіп жаныңа отырайын деп келдім. Аға болу үшін сен іні сөзін сүзіп көр, ниетіме түсінсің, мейіріміңнен үзіп бер, ниетіме түсінсің, мейіріміңнен үзіп бер.
құлақтандырулар. 10 айдың басында Алтынсөк сұмыны Қашы өлкесінен артқы санында 88 таңбалы ақ түйе және артқы 2 санында және бетінде тұмар таңбалы қара атан барлығы 2 түйе жоғалды. Көрген білген адам болса Алтынсөксідегі сайлауға немесе 85-55 88-22 85-92 10-48 телефондарына хабарласыңыздар. Арнаулы сыйлығы бар. Желтоқсанның 14 күні Сеңгіл сұмынынан басында қайыс ноқталы жіп шылбыры бары борыл бие жоғалды. Көрген білген адамдар болса Сеңгілдегі Алтынбекке немесе 89-42-84-85 80-34-85-41 телефондарына хабарласыңыздар. Сыйлығы 500 мың төгірік. Көңіл айтамыз. Ыбырайұлы Рахат 1954 жылы Ойғыр өлкесінде дүниеге келген. Өлгей қалалығы 1-10 жылдық мектебін тәмамдап, 1970-тен 1974 жылдары Обалтай аймағының медицина мектебін бітіріп келіп, 1974-тен 2014 жылға дейін аймақтық біріккен аурухананың қан дайындау бөлімшесінде дәрігер болып, 40 жыл абыройлы еңбек етті. Ол өзі донор ретінде қан тапсырып, көптеген адамның жанына араша болған ақ қалатты абзал жан еді. Еңбегі әркез бағаланып, денсаулық саласының озат қызметкері, ұжымдық және аймақтық саңлақ дәрігер, еңбек құрмет медалы, құрметті донор атағы және тағы басқа көптеген құттықтау марапат хаттарымен сыйланған. Ол кісі 1974 жылы Ырысбай рулы Қайдарқызы Төлеумен отбасын құрып, 2 ұл 3 қыз тәрбиелеп өсірген адал жары аяулы әке болды. Рахат Ыбырайұлының өмірден өтуіне байланысты жұбайы мен балашаға ағайын туыстарына марқұмның жаны жәннатта, топырағы торқа, иманы жолдас болсын деп көңіл айтамыз. Алда берілетін қырқылық науқаны қабыл болсын. Рахат марқұмның жарқын бейнесі, адамгершілік қасиеті жадымызда сақталатын болады. Аймақтық біріккен аурухана ұжымы, аймақтық қариялар комитеті. Бірге оқыған досымыз Әбікей Қалиұлының өмірден өтуіне байланысты зайыбы Кәбира баласы Болат және тағы басқа да балалары мен ағайын туыстарына марқұмның жаны жәннатта, топырағы торқа, иманы жолдас болсын деп көңіл айтамыз. Алда берілері жетілік науқаны қабыл болсын. Досымыз Әбікейдің жарқын бейнесі, адамгершілік асыл қасиеті, қоғамға сіңірген еңбегі жадымызда сақталатын болады. 1964 жылы 10 сыныпты бірге бітірген достары Ұланбатыр қаласынан Әлен, Төлеубай, Жазира, Дыбыс, Смайыл, Мүтай, Қоғай, Күләш, Мұратқан, Жайнаған, Өлгейден Сүйеніш, Арыстан, Шұғайып, Әрімқан, Кәспи, Нәби, Дәметкен, Қазақстаннан Сауан, Сәкен, Қуаныш, Күлдан, Дәдоқан, Әдебиет, Мәрияш, Қанат, Жәңгірқан, Мәрия, Зағипа, Жұлдыз, Кәзбек, Жақсылық, Әтей, Дауан, Қидолда, Зейнел, Шинук, Бияпия, Қапиян. Науқан қабыл болсын. Ыбырайұлы Рахат марқұмның 40 қаңтардың 6 күні Өлгейдің 8 бағындағы шаңырағында беріледі. Бауырлары Кенжебек, Бодау, Базарқан, Марат, Бекжан, Ержан, Зайыбы Төлеу, баласы Дәуренбек, күйеу балалары Айтуған, дәрігер Жансерік және қыз келіндер мен ағайын туыстары. Құсайынұлы Орынбай марқұмның 7-сі қаңтардың 6 күні ертең Ноғын Нұрсымын орталығындағы шаңырағында беріледі. Ағасы Құмарқан, бауырлары Оралбай, Тұмарқан, Құмырқан, Жүнісқан, жездесі Мұхамедқан, апайы Мантай, Зайыбы Қанипа, балалары Оралбек, Асылбек, Өмірбек, Рысбек, Нұрбек және ағайын туыстары мен қайын жұрты, қыз, күйеу балалары мен келіндері. Есімханұлы Қатыры марқұмның 2 жылдығы қаңтардың 6 күні Ұланбатыр қаласындағы шаңырағында 12 сағатта беріледі.
зайыбы Гүлжазира, балалары Алтыннұр, Алтынайым. Мөңкө ұлы Қайрат марқұмның 1 жылдығы ертең қаңтардың 6-сы күні Тұлбасымын орталығындағы жиені Озат қажының шаңырағында және Налайық ауданындағы жиені Дәлелқанның үйінен беріледі. Ағайыны Мереке қажы, апайы Ермек, жиендері Дәлелқан, Озат, Жанат. Әлеңқан қызы Күней марқұмның 1 жылдығы қаңтардың 7-сі күні сәрсенбіде Өлгей сұмыны 1-ші бақтағы шаңырағында беріледі. Жұбайы Табиғат, баласы Айбек және ағайын туыстары мен қыз күйеу балалары келіндері. Есімханұлы Қатырам марқұмның 2 жылдығы қаңтардың 6-сы күні ертең Өлгей сұмыны 13-ші бақтағы әкесі Есімхан марқұмның шаңырағы бауыры Нұрланның үйінен, Ұланбатыр қаласындағы бауыры Ғарифолланың үйінен беріледі. Ағалары Қаһарман, Абзал, бауырлары Ғарифолла, Нұрлан, Нұрбол, Бақытбек, балалары Алтыннұр, Алтынайым, әпеке жезде қарындастары Сетерқан, Болат, Гүлжан, Гүлмайра, Сәуле, Нұргүл және ағайын туыстары. Қақанұлы Алдаберген марқұмның 3 жылдығы ертең қаңтардың 6-сы күні 11-ші бақтағы шаңырағында беріледі. Ағалары Қуанған, Бабағұмар, жездесі Мереке, бауырлары Бақытбек, Бақытқұмар, балдыздары Өсерқан, Сабырқан, балалары Аманбек, Айбек, Жанерке және келіндер мен күйеу балалары. Әбдіқалықұлы Солтанбек Бек марқұмның науқаны ертең қаңтардың 6-сы күні Сеңгілсімін орталығындағы шаңырағында беріледі. Анасы Дият, балалары Шақа, Қауата, Қаумет, Уатта, күйеу баласы Алтай және ағайын туыстары. Қадірменді радио тыңдаушылар, бүгінгі хабарымыз осымен аяқталды. Аман, сау болыңыздар.